Так, біз бүгін марфасторсызды үйренеміз. Біздегі объект Семей қаласының аспалы көпірі. Соның жанына біз екі марфастор жүргіземіз. Марфастор 1, 2 деп. Мен сіздерге қазір біріншісін көрсетемін. Ол үшін бізде сөмкіміз сызылған болуға горизонтальдар жүргізілген контуры бар. И біздің заказчиктардың берген линиясы болу керек. Қай жермен біз сызуымыз керек деген сияқты. Оны мен міне сары линиямен сызып алдым. Подложка қылып. Енді марфастор сызамыз. Ол үшін бізде слой рельефта болу керек. Одан кейін план методы деген команда бар. Методыны басамыз и ішінде мынандай команда болады міне. Осыны басамыз. Одан кейін біздің мынау заказчиктің берген линиясымен жүріп шығамыз міне. Пробелді басып, былай қалына береді екен міне. Басынан бастаймыз. И біздің линиямыз контурдан шығып кетпеу керек. Контурдан шығып кетсе отметка 0 болып қалады. Міне, әрбір жеріне қоямыз, окей деп басамыз. Жалпы бізде 820 метр ма сондай. Міне мына жерде өте жақын алғанбыз, міне сол үшін кішкене былай жылжытып аламыз. Чтобы сыртына шығып кетпеу үшін. Міне. Бұл кішкене жарты метр жылжи берсе ештеңе етпейді. Жалпы 1-2 метрге жылжып кетпесе болды. Так, осылай. И міне негізі мына жаққа дейін берген, біз ол жаққа кіре алмай, мына жерге дейін алдық, осы жерге сызсақ ештеңе етпейді. Окей деп басамыз и бітіретін кезде мынау альтты басамыз да точканың үстіне қайтып басамыз. Закончить трассу деген кезде ес деп шығады. Ес деп басамыз. Мына жерде ештеңені өзгертпейміз. Окей деп баса саламыз. Енді бізге ақ сызық болып шығады міне. Қазбаны алып тастайын. Мешет етпеу үшін данные, подложки выбрать дейміз да, мына видимыйды алып тастаймыз. Все, біздің тек қана ақ линиямыз қалды. 8 пикет и мына жағында какой-то метр бар. Енді оны экспорт жасау үшін план, методы и мына жерде экспорт деген команда болады. Осыны басқаннан кейін мына ақ сызығымызды таңдаймыз. Этот объект деген кезде ес деп басамыз. По всему объекту ес. Мына жерде создание деген поперечный профиля дегенге нет деп басамыз, өйткені бізге ондай керек емес. Все, окей деп басамыз. Кішкене загрузка жүреді, мына жақта не шығады, таблица шығады, сол жерден экспорт деген таңдаймыз. Экспорт мына жақта қандай форматта керек дейді, бізге DXF керек, міне автокадқа шығару үшін. DXF таңдаймыз, мына жақта путь шығады. Семей, Алмас 1, экспорт 6 деген папканың ішінде түсу керек. Окей деп басамыз. Мына жерге горизонтальға, профилға 1000 деп жазамыз. И мына жаққа 100 деп жазамыз. Бұл заказчиктің талабы бізде. Поперечникқа 200 деп жазаламыз. Все. Окей деп басамыз. Закончить деп басамыз. Все, енді пускты басып шығып кетеміз да, жаңағы путьті іздейміз міне. Осының ішінде Семей деп тұрады. Семейді ашамыз. Алмас 1, экспорт 6 деген папка болады міне. Ішінде профиль деп тұрады. Осы профильді басамыз міне. Енді мынаны онша көрінбей тұрған үшін сәл қарайтылайық, көріну үшін. Вот. Енді бізге мына жерге судың отметкасын сызу керек. Ол үшін қайта кредоға кіреміз. И трассаның басына барамыз мына жаққа міне. Трассаның басына барғаннан кейін кәдімгі линия ситуациямен бірінші точкадан бастап есептейміз. Судың шетіне дейін. Бізде мынау су міне. Урез водыды ғана есептейміз. Қоямыз. И поверхность измеренияға кіріп, мына линияны таңдаймыз. И мынаны басамыз. 138-де 42 метр. 138-де 42. Мына жақтан по линияны аламыз да, мынау 0-ші пикет міне бізде. Осыған қойып, мына ортаныға соғамыз. 138-де 42 метр болатын. Ол міне мына жерге келді. Енді осыны тіп-тіке жоғары қарай сызамыз. Мұны асырып жіберейік міне. Мына қиылысқан жері бізде мына жағы су, мына жағы құрылық болады. Енді полилинияны алып, тура қиылған жерін таңдап аламыз да, теп-тек сызамыз олай қарай. Ортаны басып. Өйткені судың отметкасы бізде бір отметкада жатыр. Міне, осылай барамызда тіп-тіке сыза береміз. Мынау сызыққа жеткенге шейін міне. Жетті. Мына жағы су, мына жағы уже құрылық. Енді мына жерін былай жерген кесіп тастаймыз. Все, енді мына жерде бізде
жаңағы не бар, кішкене островок сияқты бар. Енді мына жерден мына команданы таңдаймыз, градиент деген. Градиентті таңдап, мына жерден цветін более судың цветіне ұқсайтын қылып таңдаймыз. Міне көк және ашық көк таңдасақ кішкене суға ұқсайтын не болады. Енді мына команданы таңдап выбрать деп басамыз, мына жерге окей деп басамыз. Міне суымыз шықты. Енді мына жаққа то же самое, добавить точки выбора. Окей, міне су шықты. Мына жер құрлық. Енді мына жағын есептейміз. Енді бұл ортада үлкен островок болғандықтан бұл ағын су отметкасы бірдей болмайды. Мына жақтікі жоғары немесе төмен болуы мүмкін. Сол үшін бұны отдельно есептейміз. Креданы ашып алып, бағанағы линияны өзгертеміз. Міне басы мына жақта сол точкада тұр. И осы жақтан 0-ші бекеттен басып есептейміз. 0-ші бекет біздің астымызда болатын. Так, бізде су мына жер міне. Осы жерден бітеді құрлық. Енді жаңағындай поверхность, измерение для линии деп басамыз да есептейміз. 666-та 81. Все, 666-та 81 жаттап аламыз. Полилинияны алып, жаңағы 0-ші бекеттен бастаймыз. 666-та 81. Все, мына жерге келді. Асырып жібереміз. Мына қиылысқан жері біздің су мен құрлықтың қиылысқан жері. Жағындай метод. Осы жерді таңдап аламыз. Енді асып кеткенше міне и кесіп тастайық. Все, бұның ішін тағы мынаны өшіріп тастаймыз. Сумен толтырамыз. Градиент таңдаймыз. Добавить точки выбора. Ішін таңдаймыз да. Enter, Enter. Все. Шықты. Осылай сызылады негізі. Артық нәрсені өшіріп тастаймыз. Мыналар енді сары цвет бізге оқылмайды, сондықтан бұны қара цветке қойған дұрыс. Енді бізге әдемі болу үшін SPDS-қа кіріп, отметкасын шығарып қойға болады. Ой. Осындай болып тұрады арасында. Все. Енді бізде судың отметкасын кредодан көріп, осы жаққа жазып қойсақ болады. Все. Неге екі жерге қойдық? Өйткені мына жақтікі мен мына жақты екі уровень деп айтқан. Мына жақ енді бұлай жалғасып жатқаннан кейін бұлыңғы бір уровень болады. Осылай жерге қойып қойсақ болады. Міне осылай. Біз біріншісін жасадық, екіншісін отдельный папкамен жасаймыз. Бұл жерде профиль деп тұрады. Атауын жазып қоямыз. Марфастор 1 деп. Марфастор 1. Енді екіншісін өзім жасаймын.